Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат және бүгін біз батырымыз Шавкат Рахмонов пен Стивен Томпсон арасындағы жекпе-жек жайлы сөз қозғайтын боламыз. Дәлірек айтсақ, атақты ММА жауынгерлері және де эксперттер мен аналитиктердің Шавкат Рахмонов Стивен Томпсон жекпе-жек жайлы айтқан сөздеріне тоқталып кетеміз. Қазақстанның егемендігіне орай 16 желтоқсан өтетін UFC 296 турнирінде жартылай орта салмақтың рейтингінде 5-ші орындағы Шавкат Рахмонов 6-ші орында орналасқан UFC чемпиондығы үшін 2 рет жекпе-жек өткізген Стивен Томпсонға қарсы шығады. Көбісінің айтуы бойынша осы жекпе-жектің жеңімпазы жартылай орта салмақтың чемпиондық белбеуіне басты үміткер болады. Және де Леон Эдвардс, Колби Ковингтон арасындағы жекпе-жектің жеңімпазымен кездеседі. Бұл жекпе-жекте Шавкат Рахмонов анық фаворит ретінде көрініп тұр. Алайда уақытынан бұрын Стивен Томпсонды менсінбеген дұрыс емес. Бұл тәрізді видеоны біздің арнамыз алғаш рет жасап отыр, сондықтан сіздердің қолдауларыңызды күтетін боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Шавкат Рахмонов Стивен Томпсонды жеңе ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз UFC-ді тікелей эфирде көріп қана қоймай, әлемдік және жергілікті ММА мен бокс туралы актуалды ақпаратты көре аласыздар. Сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер. Ал біз бастаймыз. Секілді. Қарсыластарыңа жекпе-жекке шақырту тастап, соларға қысым жасаған дұрыс. Соның арқасында өзіңе керек хайп пен жетістіктерге қол жеткізе аласың. Бірақ Рахмонов Стивен Томпсонды таңдап отыр. Неге осы Томпсон? Ол бұл жекпе-жекке жеңіс үшін шығатын адамға ұқсамайды. Рахмонов ешқашан жеңілмей ыңғайлы қарсыласты таңдап отыр. Томпсон болса ешқашан апсет жасап, жеңіліп тұрған жерде жеңіп кетті деген жағдайларда болмады. Бұл жерде Рахмонов қиналмай жеңіске жетеді. Шавкат мықты жауынгер, соққыларды қабылдап оларға бейімделгені оны өте қиын қарсылас ретінде көрсетеді. Ол зомби секілді. Өте керемет техникамен кез келген адамды жеуге дайын. Менің ойымша, бұл жекпе-жекте Шавкат жеңіске жетеді. Стивен Томпсонды Энтони Петтис нокаутқа түсіргені есімде. Дәл сондай жағдай осы жекпе-жекте де болады. Көбісінің айтуы бойынша Шавкат керемет жауынгер. Берген әр қарсыласты сындырып, сезбей келеді. Бұл жерде басты сұрақ Стивен Томпсон нокаутпен жеңіле ме, әлде сабмишнге түсе ме? Осы ғана. Шавкат Леон Эдвардсты да жеңіп кете алады. Ол чемпиондық жекпе-жекке лайықты жауынгер. Колби да, Леон да оған қарсылас емес. Бұл жігіт біздің залдағы әр жауынгерді сындырып бытшын шығарады. Бізге неше түрлі промоушндердің неше түрлі чемпиондары келеді. Және де олардың барлығы Шавкаттан таяқ жеп шықты. Ол шынымен де UFC чемпиондық белбеуіне қол жеткізе алады. Стивен Томпсонды қиналмай жеңеді. Егерде Томпсон жеңіске жетсе, чемпиондық жекпе-жекті талап етуіне болады. Менің ойымша, бұл жекпе-жек екі жауынгер үшін маңызды. Себебі жеңіске жеткені чемпиондық үшін жекпе-жек өткізеді. Ал жеңілгені топ дәрежедегі жауынгер қатарынан шығып кетеді. Өз ойымды айтсам, Шавкаттың жеңіске жететініне сенімдімін. Бірақ жүрегім Стивен Томпсонның жеңіске жетіп, чемпиондық белбеу үшін жекпе-жек өткізгенін қалап отыр. Шавкатты өте қызық шайқас күтіп отыр. Бұл жерде чемпиондық титул үшін үміткерді анықтайтын жекпе-жектің бірі болады. Егерде Шавкат жеңіске жетсе, бәлкім биыл екі талай. Бірақ келесі жылы чемпиондыққа қол жеткізетін мүмкіндік бар. Иншаллах, осыдан өтсе, бәрі жақсы болады. Меніңше, басымдылық Шавкат жақта болады. Стивенмен жақын қашықтықта жекпе-жек өткізген дұрыс болады. Қаншалықты қиын немесе де жеңіл екенін білмеймін. Бірақ Шавкат бұл жекпе-жекте жеңіске жетеді. Менімен өткізген жекпе-жегінде ол өзін керемет көрсетті. Және де маған ең қиын қарсыластардың бірі болды. Мен бұл жекпе-жекті мәңгі есіме алып қаламын. Және де болашақта оған қарсы жекпе-жек өткізуді көздеп отырмын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл жекпе-жекте кім жеңіске жетеді? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.